көктемнің алғашқы күнін қазақстандықтар рахмет сөзімен бастайды. Аталмыш мерекені Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2016 жылы 14 қаңтарда бекіткен болатын. Бұл мерекенің басты мақсаттарының бірі жас ұрпақтың бір-біріне деген шыдамдылық, достық пен сыйластық қасиеттерін бойына дарыту. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт көрінбейтін арақтан да, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанда. Елме шексіз алғысым халқы үшін салған бар күшін, елбасы салған дара жол, рухани асқақ мәңгішін. Қашанды қарыздармын әке саған, әр қашан мейірімді төккен маған, жүректің арнап ыстық махаббатын, әкешім шексіз алғыс айтам саған. Көзілме түнек құсын төрт бөлген, өзіңде асыл жанды кім көрген, алғысым шексіз саған жаным анам, әр қашан тілеуімді тілеп жүрген. Ұстазым, сөзің асыл баға жетпес, әр сөзің мың жыл өтсе дәмі кетпес. Шәкірттің баласындай қадірлеген, ұстазым, мың алғыста саған жетпес. Дос дегенің бауырың ол сырласың, қиналғанда сырыңды айтар мұңдасың. Шын достыққа жете алмас ештеңе, алғыс айтып, достық жырлансын. Шын дәрігер адамдарға жанашыр, керек емес оған ақша байлығын, бар білгенін аямаған дәрігер, шексіз алғыс білдіреміз сіздерге. Арайлы таңға рахмет, көрсеткен маған күн көзін, қызарған күнге рахмет, өткізген сәтті күн үшін.